Қайырлы күн, құрметті біздің оқырмандарымыз. Балаларға құстар туралы әңгімелеу, ұғымдарын кеңейту, құстар туралы мағлұмат беру, ой-өрістерін дамыту, отанына, жерін, табиғатын сүюге, құстарға қамқор болуға тәрбиелеу мақсатында бүгін біз сіздермен "Құстар біздің досымыз" атты диалог шолу өткізгелі отырмыз. Табиғатты құрайтын тіршіліктің бірі құстар. Халық ежелден ақ құстарға әуес, оларға деген сүйіспеншілігі шексіз. Ең жақсы көретін адамын құсқа теңеу арқылы ықыласын білдіріп отырады. Елімізде 500-ге жуық құстың түрі бар. Олар табиғатты зиянкестерден қорғайды. Сондықтан олар табиғат емшілері. Құстар табиғатқа сән береді. Олардың әуені табиғатты құлпыртып, адамдардың көңіл күйін көтереді. Құстардың түрлері өте көп. Оның ішінде жыл құстары да бар. Жыл құстары дегеніміз салқын түссе, жылы жаққа ұшып кетіп, көктемде қайта ұшып келетін құстар. Ол құстарға қарлығаш, аққу, қараторғай, бұлбұл, тырна, осындай құстар жатады келеді. Қазақстанда қанаттылардың 481 түрі мекен етеді. Ал бүкіл жер шарында 9000-ға жуық түрі бар. Әр құстың өз кәсібі бар. Біреулері ән айтса, екіншілері құрылысшы болса, енді бірі дала дәрігері деп аталады. Құстардың келтіретін пайдасы өте көп. Ал енді балалар, қазір жылдың қай мезгілі кім айтады? Апай, жылдың қай мезгілі айтамын? Қазір жылдың күз мезгілі. Күз мезгілі, е? Күз мезгілі 3 айдан тұрады, е? Кім атап береді сол 3 айды? Қандай? Қыркүйек, қазан, қараша. Жақсы. Енді жаңағы осы күз кезінде табиғатта қандай өзгерістер болады? Күз кезінде қандай өзгерістер болады табиғатта? Ағаштар сарғая бастайды, жапырақтары түсе бастайды. Күн суытады. Күн суытады. Жаңбыр жауады, жел соғады. Өте жақсы. Енді құстар туралы кім тақпақтар? Тоқылдақтар тоқылдап, ешбір тыным көрмейді. Ағашты қанша төссе де жұмысы бір өнбейді. Адам заты жақыны, қамлы ағашта ақылды. Көгерш мен екеуі жайлайды бір шатырды. Таспен атып тұрмайды, ұя бізға оңбайды. Құс өкпелеп кетеді, бақшамызға қонбайды.